солидат келмеді мәлі? Жоқ, мен іздеп таппадым, мен бардым бәр жерге. Ана магазинге де соқтым, детский площадкеге де бардым. Жоқ еш жерде. Сен неғып отырсың, ана хабарласшы ана ата-аналар чатына. Ана Кәусардың мамасына шық. Подружкасы еді ғой, бірге жүретін еді сол. Іздейік уже мына қараңғы түсіп бара жатыр, уже кеш батып бара жатыр. Отыра бермей енді іздейік оны. Қайда жүр екен ол? Қой, үйдегі істемен тірлікті істедік қой. Сендер де қойындаршы, мен адашуам деп қолын тоңып қалды. Қыздар, біз біріксек, қолымыздан бәрі келеді. Қыздар, сендер де жарайсыңдар. Біз біріксек алынбайтын қама жоқ екен. Болды жей. Енді есік ашылады жар. Жүк кеттік. Ойбай, жігіттері, белден бел қалмады, бел ауырып кетті. Неге бұрыннан істемедіге осы жұмысты? Қоя қойшы. Осының жұмысының бәрін білсіп жүр қой. Сен тұрсың қарап. Көке, мен айтып тұрған жерім, ақыл айтып. Мен соң өзі өнер ғой, мен айтпасам сендер білмейсіңдер да ғой. Тұрсың ғой бір көрпешен құшақтап. Ана, жүш, алдар текші. Вай, белім. Сендер не істеп жүрсіңдер? Дракмен біз пол жуып қинап жүрміз ғой. Сендер не істеп жүрсіңдер? Біз жинап жүрдік. Сонда біз мистер Пропер тақырба, соны ешкім шақырмас. Балдар, неге қашып кетесіңдер? Балдар? Хай! Сараңга! Қойыңдар шегетті, қыздар іздекші одан. Сауға. Қыздар! Ақпарат, не істеп жүрсіңдер? Біз сендерді іздеп жүріп. Қыздар, жігіттер. Есік! Кетіп шығайық. Балаларым. Мені өздерің көріп отырсыңдар. Мені осы үйде жалғыздан жалғыз өмір сүріп жатқан күйім бар. Осы шаңырақта жалғыз өзім жолдасымның қайтқанына да бірнеше жыл болды. Ал балаларымның
Ол туралы сендер білмей-ақ қойғандарың қажет. Менің де сендер сияқты немерелерім бар. Жүрген шығар бір жерде. Менің күйім мынау, көріп отырған мынау үйде, жалғыздан жалғыз, үйді жылытам деп, сырттан отын әкелем, тезек тасим, жұрттың шығарған қалдық, құрылыс заттарын әкеп, пешке жағып, өмір сүріп жатқан жайым. Үлкейесіңдер, сендер де үйленіп бала шағалы боласыңдар. Бірақ әке шешені ұмытпау керек. Әке шешеге құрмет, оларды аялау керек. Сендер сырттарыңнан қарап, қызығып, бір осыларды бір құшақтап, бір сүйіп, мауқымды бассам ғой деп, осы үйге кіргізіп, мына үйдің ішін бір жинап тастаса екен, маған бір көмектессе екен деген менің бір істеген амалым ғой. Байқаймын, сендер ақылды, сөз түсінетін балалар екенсіңдер. Дәл менің ойымдағыдай қып, жасап, үйді жинадыңдар. Рахмет сендерге. Аман жүріңдер, жандарым сол. Әке шешені ешкім сатып ала алмайды. Соны ұмытпаңдар. Керісінше ата, сізге рахмет. Біздің өмірде істемеген жұмыстарымызды істеттіңіз. Біз тым жалқау едік. Сіздің арқаңызда осы жалқаулықты жеңіп, жұмыс істеуге, жұмыс жасауға әрекеттендік. Сол үшін де сізге көп-көп рахмет. Көңіліңізді түсірмеңіз, ата. Қасыңызда әдеміз, біз жүреміз. Ата, уайымдамаңыз, біз сіздің қасыңызда боламыз. Сіз жалғыз емессіз, қасыңызда біз бармыз. Біз сізді қатты жақсы көреміз. Ой, айналайын, рахмет. Сендер соны түсініп, сол маған қолғабыс көрсеткендерің үшін рахмет сендерге. Кеш қараймай тұрып, үйлеріңе жетіп алыңдар. Әке шешелеріңіз деп жатқан шығар сендерді. Рахмет, жандерім. Аман жүріңдер. Аман жүрің.